Артық сөйлемеу деген нәрсе ол жанның тазалығына керекті құрал. Бұл да тәубаның бір түрі, өте бір маңызды ақылдылықтың бір түрі артық сөйлемеу. Пайғамбарымыз тіпті бізге айтты, кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, тек жақсылықты сөйлесін, немесе үндемесін. Жақсылықты сөйлесін, немесе үндемесін. Өзіңді ақтап кете берме. Жоқ, сіз түсінбей қалдыңыз, тоқтай тұрыңызшы, отырыңызшы, түсінбей қалдыңыз деген артық сөйлеме. Кез келген нәрселерде өзінің ең басты сіз біліңіз, сіздің қай жерде сөйлеген нәрсеңіз тек шындық болу керек. Сіз шындықты сөйледіңіз, сондай бір нәрсе. Сөйлеп жатқан нәрсеңіз шын болу керек. Өтірігі жоқ, ғайбаты жоқ, өсегі жоқ. Артық сөйлеу деген нәрсе бұл сіздің мінезіңіз емес. Егер де жанымызды тазалаймыз десек, бұл нәрседен біз қаштық. Пайғамбарымыз не істеп жатыр? Қашып жатыр.